Сәлем достар, біз бүгін сіздермен стенокардия туралы талқылайтын боламыз. Жалпы стенокардия бұл миокардтың өтпелі ишемиясымен дамитын клиникалық синдром. Негізі осы жүректің ишемиялық аурулардың дамуына алып келетін ең үлкен қауіпті үштік факторымыз бар. Олар артериялық гипертензия, гиперхолестеринемия және темекі тарту. Ал стенокардияға келетін болсақ, ол тұрақты және тұрақсыз деп екі үлкен топқа бөлінеді. Тұрақсыз стенокардияның өзін күштемелік стенокардия, алғаш пайда болған стенокардия, үдемелі күштемелі стенокардия және спонтанды немесе принципиалды стенокардиясы деп қарастырады. Ал тұрақты стенокардияны 4 функционалды класс бойынша жіктейді. Алғаш пайда болған стенокардия бұл алғашқы 1 айдың ішінде қамтыған уақытты алады, ал күштемелі стенокардия бұл күш түсу кезінде бір механикалық, физикалық күш түсіп, жүрек бұлшықетінде ишемия дамып, ол гипоксияға алып келіп, соның салдарынан зат алмасудың бұзылуына, метаболизм өнімдерінің ауырсынуды сезгіш рецепторларды тітіркендіруінің салдарынан науқас ауырсынуды сезеді. Үдемелі күштемелі стенокардия кезінде ұстамалардың жиілігі жоғары болады және үйреншікті дене қызметіне қарағанда төзімділік төмендейді. Бұл кезде науқастарда кейде 20-30 минутқа дейін созылуы мүмкін, яғни ангиноздық статусқа айналуы мүмкін. Негізі ең қауіптісі осы үдемелі күштемелі стенокардия десек болады, себебі бұл тез көмек көрсетілмеген жағдайда ырғақ бұзылыстарына алып келеді, яғни экстрасистолия, жыбыр аритмиясы немесе блокадалар миокард инфарктісіне алып келуі мүмкін. Сондықтан бұл ең қауіптісі болып табылады. Сонымен қатар вазоспастикалық немесе принципиалды стенокардиясы бар. Бұл ұстамалар өздігінен пайда болады, яғни науқас бір физикалық күштеме немесе басқа да бір күш түспеген қалыпта ең көбінесе таңғы уақытқа жақын түнгі мезгілде циклді түрде қайталанып отыратын болады. Ал тұрақты стенокардияда функционалды класстар бойынша бірінші функционалды класста науқастар үйреншікті физикалық күштемені жақсы көреді, яғни одан артық күш түскен кезде ғана ауырсыну пайда болады. Ал екінші функционалды класста бұл орташа жылдамдықпен 500 метрден артық жаяу жүрген кезде және баспалдақтың бірінші қабаттан артық көтерілгенде ұстама пайда болады. Ал үшінші функционалды класс бұл уже 100-500 метр аралығында жүрген кезде, баспалдақпен көтерілген кезде ұстама пайда болады. Ал төртінші функционалды класста науқастың жағдайы күрт шектелген қалыпта, яғни бұл кезде науқас тегіс жермен жаяу жүргеннің өзінде 100 метрге жетпейтін аумақта жүргенде ұстамалар пайда болады. Яғни тыныштық қалыптың өзінде ұстамалар күшейіп отырады. Сіздермен бірге болған Гүлбану Ғаниқызы, келесі видеода кездескенше.